1973 жылы қазанның 6 күні бүкіл Израиль ұлттық діни мерекелерін атап жатты. Тұрғындар да, әскерилер де ас судан бас тартып, бір күн бойы құлшылық жасаймыз деп ойлады. Бірақ 3 жыл бойы үндемей отырған Египет пен Сирия дәл осы күнді пайдаланып, Израильге екі жақтан басып кірді. Араб армиясы еврей әскерінен соғыс техникасының қай түрінен болсын 2-3 есе басым түсті. Оларды Кеңес одағы ең заманауи қару-жарақпен қамтамасыз етіп, ұрыс жүргізудің тиімді тәсілдерін үйреткен болатын. Соғыстың бірінші фазасында Израильге шапқыншы екі елге қарсы тұру қиын болды. Көп сарбаз көз жұмды. Алайда екінші кезеңде Израиль тез ес жиып, соғыстың сценарийі түбегейлі өзгерді. Не жеңеміз, не өлеміз деген позицияны ұстанған еврей жауынгерлері сәтті камбэк жүргізді. Олар Израильді толық азат етіп, Египет пен Сирияның территориясынан басып кірді. Израильді бірнеше күнде жаулап аламын деген Египет енді оның армиясынан қорғану үшін Кеңес одағына әскер жібер деп жалынды. Соғысуымызды қолда дегендеріне көндік. Енді оған қатыс дегендерін ақылға сыймайды деп ашуланған Брежнев ақш басшысы Никсонға бірге араша түсуді ұсынды. Көп ұзамай екі державаның атсалысуымен Израиль әскері Дамасқа 40 шақырым, Каирға 100 шақырым қалғанда соғысты тоқтатуға келісті.